Бастаңыз. Нені оқыңыз келіп еді? Көп қой, целый кітап жазып тапсыңыз, керемет. Ойшыл адам екенсіңіз, ойшыл. Ойы бар адамдар бұны тек жаза алады. Қуыс кеуде дейді ғой, ойы жоқ адамдар бұндайды жаза алмайды. Айтыңызшы, мен сіздің суретке түсіріп жатырмын. Пожалуйста. Оқыңыз, жаңағыңыз оқыңызшы. Оқып тұрайын ба? Иә, оқыңыз, міне. Мына басын бастайық, мысалға өмірімді арнап едім ұлдарыма, ой салар деп жастарға, ақылы бар бастарға, мүмкін қоштар, өкінсегер көшеде құлап жатқан мастарды деп. Бұл өмірді қателеспес бастар ма? Талай адам үсі болды аққарда деп. Иә, Арақтың кесірінен. Болды ғой, алқашты рейтін 90 жылдан кейін көйіп кетті ғой. Арақтан азған адамдардың беделі қандай екенін суреттеуге тырыстым. Жастардың есінде жүрсін деп ойладым. Бұл өмірде бәрі де болғаны анық. Ешкімнің де атын атамаймын, екесіне тегім келмейді. Өзім осы арақтан азап көріп үш кіс болғандай мысал келтіріп үш түрін жаздым. Еш уақытта араққа әуес болғаным жоқ. Оны қалай жаздыңыз онда? Просто көріп жаздыңыз ба? Тек сырттай көріп. Алдында ұялмай тік қарай аламын. Қуанышты тойларда ғана 1-2 рөмке ғана аламын. Той енді үлкен кісімін ғой енді. Оны терме кіріп аңылдайтынмын. Осы терме ме? Терме домбырамен айтуға болады. Терме бұл да? Иә. Бұл жазып жатқандарыңыз терме есептеле ме? Мұна енді оқиын енді. Өмірден алдым көзім көргенді қағаз бетіне түсірдім. Бастан оқиын ба? Оқи беріңіз. Арақты мына жолдан аулақтырайық, Давайте.